Мама, неге жылаватсыз? Бәрі жақсы болады. Жыламаң. Екеуміздің кішкене көңіліміз босап кетті. По-любому андай неше түрлі ойланып кетесің. Жыламаймыз деп бір-бірімізге уәде беріп жатырмыз. Сол, біз қайтып бара жатырмыз. Папаммен хабарда боламыз. Сөйлесіп тұрамыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен де қайттан ангина спет мәурелі болып тамағым қысылып қалды. Мынау таңғы 5-те, 4-те бірдеңе шашып жатыр дейді. Сенбеп едім, осы азанға жоқ бірдеңе шашып жатыр, что болса вирус қайталана беретіндей дейді да. Бір оқыдым, бір естідім. Мына екінші волна кетіп жатыр екен вирустың. Январда 3-ші волнасы жүреді депті. Мына бәле болды ғой, мына не істеп жатыр, өз-өзімізді олап. Ауылға барып тұрамыз ба, 1-2 ай не істейміз, соны түсінбей жатырмын. Емделіп, больницадан шыққаным сол, қайтадан ауырып жатырмын. Менің жаңа шаш үлгім өзіме андай ыңғайсыз болып тұр. Кекілмен бірақ жарасып тұрған сияқты. Как вам? Гаухар тәтеге көп рахмет, және Бейниге рахмет. Мен шашымды осындай укладка істеп берген. Менде де челка бар, Гаухар ханымға рахмет. Менде Гаухар ханым істеп берді. Короче, біз бір нәрсе істесек, үшеуміз бірге істейік. Ал, девочки, менің мамам келді. Давно не видели сіздер деген. Айтатындар, мамаң көрінбей кетті деп. Бұрын астымызда машина болғаннан кейін күнде барып тұратынбыз. Я болмаса маманың өзі келіп тұратын, әкеп тұратынбыз. Ал енді қазір машина жоқ болғаннан кейін кішкене қиын да. Мен машина айдап үйренгенше. Енді скоро Новый год не істейміз деген планмен мама келді. Помните, мынау новый көйлегім бар еді ғой, соны мама онша да не қылмайтын. А қазір мама арықтап, әжем болып, мамаға прям жарысып тұр. Иә. Маған кішкене бір мынандай қысқалау болды. Маған сыймай айтатын ғой. Дәл болып тұрды. Кел, сағынышым. Мама, разрез бар мына жерде дейді. Бір айтатын бір обидам бар да. Қанша уақыттан бері көршілермен депрессиядан, особенно соңғы сәттер тіпті өмір сүргім келмейді деген шығарған болатын. Мама уже неше түрлі Гуглдан қарап, Ютубтан қарап, уже мені осылай сүремен аятпен кішкене оқытайын деген ниетпен келіп тұр да, кішкене поддержка берейін деген. Ал сендердің айтарларың андай да, типа пиар, айналайындар, осы кезге шейін мен бір пиар жасап көрдім ба, мен өтірік ажырасып көрдім ба, бір сөзіме деген пранк деген сөздерді мен деген не люблю, мен өйткені бір резко адамдар шошытудан қорқам, өйткені менде мысалы деген екінші күйеуім жүрегі ауырады, онда резко шошытуға болмайды, а менде эпилепсия бар. Мен бір ва деген пранктарды мен не люблю. А менде қазір осындай мен адамдарды осы сәттер болады екен. Я қатты депрессиядан ба, мен білем, может мен бір оқытып тастаған ба, или өмір сүргім келмейді деген. А сендердің айтар просто мне нужна была поддержка, мен өйткені деген үйден шықпаймын, айтар адамым жоқ. Қазір мысалы менің жұмым жоқ, мысалы күйеуім жоқ, кімге айтамын деген сияқты. Балаң бар ғой, ана әркімнің өз семьясы өзіне, понимаете, мен маманың үйінен шықтым ба, мен мамамен қазір бірге тұра алмаймын. Өйткені екі үлкен ересек адам бір-бірінің үйіне сие алмайды. Бөтен адам бөтен семьяға кіре алмайды. Бала шағаңа алмайсың ба, үйленейін деп тұр, анау деген ана байға тиейін деп тұр, не деп аламын мен ана. Әркімнің өз семьясы өзіне, понимаете? Бір үйге уже сыйыспайды жасы келген адамның. Кішкентай қыз емес мен мамам бірақ қойна бара салатын. Так что анаң бар ма, мынаң бар ма, бір қызысыңдар, иә? Бір зимний курткың бар ғой дегенде айта саласыңдар. Вы понимаете, что такое одиночество? Байдан өлген жоқпын, просто деймін да, ананы еске алып, неге мен өмір сүргім келмейді деген осындай бір қиыншылықтан кімге айтарымды білмей тұрып жылағанмын. Өтірік түсінбегісі келген адамдарға айтарымшы, бастарыңа берсін, үйсіңдер деген осындай депрессиядан андай прям болады ғой андай. Айтқаным өзін Алла кешірші, мен ешкім басына бермесін. Просто жындан айтып тұрмын да.
пиар ешеңді көздің ағзасында сенің басыңда қазір проблемаң жоқ, қасында байың да бар, бала шағаң бәрі күшті пол. Қазіргі сәтпен сен мәз болып жүрсің. Ал вот время приходит, жизнь өмірі түк ештеңкесін де жоқ, и сен депрессиядан өмірді де қимайсың, и өлімге де баруға қимайсың. И депрессиядан қолында бәрі хоть деген ақшаң бәрі болып тұрса да, сен просто деген өмірге деген құлшын, нет цели в жизни, не то, что цели, мечты даже не бывает. И просто охота тебе вот закрыть глаза на все, уйти с этого мира. Просто осы депрессиялар болады екен өмірде. Білем бұндай сәттерден қалай шығады, қандай ем керек, кімге бару керек. И просто басыңа түспегенше сенбейсің, так что сөкпеңдер. Аяқ қолым мысалы нем бар ғой, сонда да андай. Қалай түсіндірерім білмеймін. Просто неохота жить вообще. И для чего, для кого? Последние дни, мен даже капсул сатып жүрген жоқпын, байқайсыздар ба? Я себе только музыканы қосам, и уборка істеуім болды. И как будто уборкадан миымды очищать етіп отырған сияқты, психологически өз-өзім сөйтіп алдаймын ба, или анда болады ғой, памятті тазалайсың ғой, солай азынан кішкене пылесосты тазалай беремін да, былай жуна беріп тазалай беремін. Мен не знаю, бір может басқа, может маған аласақ не деп тұрған шығар, типа тазалан деген сияқты намек па, я не знаю, тек қана өзімді уборкамен өтші, я не знаю, азаннан кешке осылай пылесос жуынып, не знаю, жинай беріп тұрсын, шаршадым, білмеймін. Мен типа мама да айтады, тенстағы айтпа, мынандай, кімге айтамын деймін, мама, мен турстинада отырамын, кімге айтамын деймін, менде айтатын адам бар ма? Ал енді пиар қияр дей беріңдер, бастарыңыз іске түседі ғой осындай сәтке, социалка сиханат істесіңдер. Я не знаю, что сейчас со мной происходит. Я не знаю, что происходит со мной. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم